жақсы болады. Құрметті достар, YouTube каналымызда, Жақсы болады YouTube арнасында кезекті подкаст. Көптен осы тақырыпты осы арнамызда көтеруді жоспарлап жүрдік. Арнамызда қонақта Тельман Аленов мырза, тәжірибелі прокурор, жалпы осы алқа билер адвокат алқа билер институтымен Қазақстанда кездескен тұңғыш прокурорлардың бірі десем қателеспейтін шығармын. Экс-министрдің сотын, теракт мәселесіне байланысты сотты да жүргіздіңіз, тергеуші болдыңыз, яғни айыптаушы болдыңыз. Сондықтан бүгінгі подкастымызда мынау миллиондаған просмотрлар жинайтын YouTube'да күнде шыққан жаңа выпускты, жаңа онлайн сот отырысының қаралым саны миллионнан асып жатады. Ол шын. Қоғам бұл процесті қызығушылықпен қарауда. Сондықтан сізді тікелей Бишімбаевтың сотына, процесіне байланысты бүгінгі сұрақтарды қойсам деймін. Енді бірден қызығынан, бірден басты сұрақтан, соңы не болмақ? Бәрі қарап жатыр. Миллиондаған қаралымдар барлығы жай ғана феминистік өкілдер ғана емес, жалпы кезінде бұл мәселеге назар аудармайтын адамдардың өзі қызығушылықпен қарап жүрді. Соңы не болмақ? Бишімбаевқа қанша жыл беру мүмкін? Байжановқа неше жыл беру мүмкін? Осы жерде біз былай қысқаша тоқталып өтсек, кейін тақырыптың аясында аша береміз. Не болмақ деген егерде жағдайға келетін болсақ, бұл өзі түсінікті ғой. Бұл осы оқиға деп айтайық та. Бұл қылмыстық іс болғанына ешкімнің күмәні жоқ қой. Мен бұл істі қараған жоқпын. Бұл істі қарауға уақыт болмады. Сосын бұл істен мына қылмыстық істің материалдары бар емес пе? Мен оны білмеймін. Оны ешкім де білмейді. Оны тек қана сол сотқа қатысушылар ғана біледі. Біз тек қана сол мынау телевидениеден көрсеткеннен білеміз. Басқа білетін менің источниктерім жоқ. Енді не болмаққа келетін болсақ, оның кінәлі екенін, мысалы Бишімбаевқа келетін болсақ, Бишімбаев кінәлі екенін мен кеше осы келіп интервью беріңізші дегеннен бастап қарадым. Бұл өзі болған оқиғаны мысалы жартылай мойындап отыр. Айтып отыр, кездескенін болды, не себепті болғанын айтып отыр бұл жерде. Ал Байжановқа келетін болсақ, бұл жерде ол да айтты басында, мен қандай қылмыс жасағанымды білмеймін деді. Бұл не деген сөз? Бұл оны енді сіздер өздеріңіз шешіңіздер деген сөз ғой. Бірақ болған жағдайдың бәрін қалай болды, мен солай айтып берем деген өзіне өзі бір міндет қойған сияқты да. Ал шын мәнінде оның мына Конституцияда, даже қылмыстық процесстік кодексте бізде талап бар. Мысалы, айыпталушы өз кінәсін дәлелдеуге міндетті емес. Бұл міндет мемлекеттік айыптаушыларға, мемлекеттік айыптаушыға жүктелген. Соған қарағанда Бишімбаев та, Байжанов та екеуі де осы мына жасаған ісімізді мойнымызбен көтереміз деген тоқтамға келіп отырған сияқты. Енді осылай айтып отырған уақытта бұлардың таза ақталып кететініне менің күмәнім бар. Ол қалай мойындап отырған уақытта, бұл жерде қарап отырған алқабилер бар, бұл жерде соны тыңдап отырған соттың судья бар, бұл жерде соны тыңдап отырған айыптаушылар бар. Бұлардың өзінің қорғаушылары бар. Бұлар солардың ұстаған өздерінің тактикалары деп түсіну керек. Сондықтан да бұл жазадан олар қашып отқан жоқ. Ал қандай жаза алады? Не болу керек?
ол қылмыстық процестік кодекстің талабы бойынша бұл судьямен, бір судьямен алқабилер, 10 алқабидің шешетін мәселесі. Мына қазір көбінесе жастар, енді шынымен жастар қатты қызығушылық танытып жатыр ғой. Әлеуметтік желілерде болсын, жалпы платформаларда басты көтерілетін тезис және айтылатын аргументтердің бірі ол Бишімбаев өмір бойына бас бостандығынан айырылу керек дейтін акциялар да өтіп жатыр. Сондай киім киіп те сотқа қатысып жатқандар бар. Енді алқабилер УПК бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыра ала ма? Бізде сондай мүмкіндік бар ма Қазақстанда? Мына жағдайда дәл осы сот процесінің аясында өмір бойына жіберуге? Бұл жерде ондай мүмкіндік бар. Оның себебі осы мына Бишімбаевқа тағылған айып бар емес пе? Айыпталып отыр ғой екі баппен. Соның адам өлтіру бабында бұл жерде мысалы 15 жылдан 20 жылға дейін сотталады, я болмаса өмірлік бас бостандығынан айырады деген ондай санкция бар. Бірақ ол санкция бар, бірақ та бұл санкция қолданыла ма, қолданылмай ма? Бұл мына судья мен алқабилердің еншісінде. Бұл жерде тағы да бір мәселе бар. Оны кім шешеді, қалай шешеді деген мәселе ғой. Иә. Мысалы біз мынау неден жариялаған уақытта, телевизордан көрсеткен уақытта жарыс сөздің бірінші жарысын көрсетті де, екінші жарысын көрсеткен жоқ. Вот сол екінші жарысында, бірінші жарысында мысалы айтылды ғой, қылмысты біреу бір жағы айтты, қылмыс жасалған, осылай деп өзінің дәлелін келтірді. Екінші жағы, қорғаушылар жағы, қылмыс жасалған, бірақ оның бұлдай қылмыс емес, бұл басқа қылмыс деген сияқты сөйтіп өздерінің уәждарын айтып жатыр. Бұл бірінші жағы. Сөйтіп бірінші жарыс сөздің бірінші бөлімі бітті. А вот екінші бөлімде осылардың мына істелген нәрселерді дәрежелеу болады. То есть, мысалы, сол жерде мемлекеттік айыптаушылар айтады екінші бөлімде, а екінші бөлім алқабилердің қатысуынсыз жүреді. Яғни ол жерде тек қана мамандар өзінің судья, сосын екі мемлекеттік айыптаушы, сосын қорғаушылар. Ал мынау жаңағы жәбірленуші жағынан адвокаттар деп жатыр. Шын мәнінде олар адвокат емес, олар сол жәбірленушілердің өкілдері. Олардың функциялары басқа да, қорғаушылардың, Бишімбаевтың қорғаушыларының функциялары басқа. Бірақ енді мынау журналистер көрсетіп екі жағында адвокат деп жатыр ғой. Бұл ерекшелікте сондай. Сондықтан да бұл жердегі жаңағы бұла қалай пожизненно бере ма, бермей ма, сол екінші бөлігінде айтылады. Ол мысалы прокурор екінші бөлігінде айтуы мүмкін. Жаңағы 99-шы баптың екінші бөлігінің талабы бойынша мен мысалы біздер Бишімбаевқа мысалы 15 жыл, 20 жыл беру деп сұрауы мүмкін. Бұл ориентир болады сотқа. Сол жерде мемлекеттік айыптаушылар қалай сұрайды, сол ориентир болады. Себебі енді алқабилер неге барады ғой, кеңес бөлмесіне. Сол кеңес бөлмесіне барған уақытта сол жерде ол әңгіме болады. Мысалы айтуы мүмкін, судья айтуы мүмкін, прокурор Бишімбаевқа осыншама жыл сұрап отыр. Сосын енді дауыс берейік дейді. Өйткені жаңағы 3 сұрақ бар, ол басы сұрақ. А оның ішінде тағы да көптеген сұрақтар бар. Сол басы сұрақты шешу үшін де біраз сұрақтар қойылады. Бұл жерде сұрақтардың саны кейбір уақытта 20-дан асып кетеді, 30-ға дейін барады. Соның ішінде жаңағы мына қанша мерзім, қанша жылға соттау керек дегенде. Сонда осы мәселе шешіледі. Егер де сол жерде мысалы судья айтып, мінекей прокурор осындай сұрады десе, онда осыған давай дауыс берейік деуі мүмкін. Егер дауыс береді сол жерде дауыс берген уақытта, мына қылмыстық процестік кодекстің өзінің талаптары бар. Сол талап егер орындалмайтын болса, бұл заңсыздық болады. Сол талаппен шешу керек. Мысалы, жаңағы Бишімбаевты кінәлі деп санау үшін
11 адамның 6-ы дауыс берсе кінәлі деп, ол кінәлі болып есептеледі. Ал енді осы кінәлі адамға қанша жыл беру керек? Бұл жерде тағы өзінің ерекшеліктері бар. Көрдіңіз ба? Мысалы, 15 жыл деп айтатын болса, 15 жылды беру үшін оған ең аз дегенде 8 адам дауыс беру керек. Сонда ғана 15 жыл тағайындалады. Ал егер 8 адамнан аз адам беретін болса, жаңағы айтқан срок тағайындалмайды. Көрдіңіз ба? Ну, енді бұл жерде 15 жыл емес, может быть, 18 жыл деп сұрауы мүмкін да. Егер де 8 емес 7 адам дауыс берсе, келісіп, қалғандар дауыс берсе, онда өтпейді. Онда қайтадан екінші... Сосын, онда ше, хорошо, 18 өтпейтін болса, давайте онда 17-ге голосовать етейміз. Сондай мүмкін. И сосын жаңағы ол жерде арасында сөз де болуы мүмкін. Жаңағы өмір бойы несін, өмір бойы бас бостандығынан айыру деген. Егер де ол жерде тағы да әңгіме шығады ғой. Егер де мемлекеттік айыптаушы, мемлекеттің атынан осындай сұрамай отырса, неге бұл жерде біз оған сондай шешім қабылдаймыз деген сияқты әңгіме болады. Соның бәрі ол сол соттың кеңесу бөлмесінде шешілетін мәселе. Бірақ осы сол кеңесу бөлмесінде сол бір пікірталас тудыратын жаңағы жарыс сөздің екінші бөлігіндегі мемлекеттік айыптаушының ұстанымы болады. Солды негізге алынады да, сосын арман қарай дауыс беру арқылы шешіледі, қанша беріледі. Сондықтан да бұл сұраққа бүгінгі күнде ешкім таза айта алмайды. Осынша болады, бұлай болады деп. Өйткені бұл дауыс берумен шешілетін нәрсе. Осы дауыс беруде үлкен рөл атқаратын бір мәселе бар секілді да. Ол истязание мәселесі. Жаңағы айыптаушы тарапта, қорғаушы тарапта осы фактіге өз уақыттарының көп бөлігін бөлді. Себебі айыптаушы тарап истязанияны дәлелдегісі келеді, мына тарап не бастаса да, не болса да истязание болған жоқ, және соны дәлелдеуге тырысады. Деп отыр ғой. Осы истязание, жаңағы утягощающий, қинау деп. Қинау факті қаншалықты әсер етеді нәтижесіне? Ненің нәтижесіне? Шешімнің. Бұл жерде мынандай мәселе бар. Менің түсінгенім бойынша, мына қинау бойынша бұл жерде үлкен пікірталас болды жарыс сөздің бірінші бөлігінде. Мемлекеттік айыптаушылардың ұстанымы бойынша қинау орын алған. Оған өздерінің дәлелдерін келтіріп жатыр. Ал сотталушының қорғаушыларының ұстанымдары бойынша ол дәлел жеткіліксіз деген өздерінің уәждерін келтіріп жатыр. Соның бәрін мемлекеттік айыптаушының айтқанында, сотталушының қорғаушыларының айтқанында алқабилер, судья бәрі тыңдап отыр. Кеңесу бөлмесінде барады ғой. Вот сол кезде бейтараптық көрсетеді. Ол өйткені мына алқабилер ант берген. Сол антында айтқан, мен шешім қабылдағанда бейтараптық жасаймын. Өзінің наным, өзім сенім бойынша, ар ұжданым бойынша мен шешім қабылдаймын деп. Сондай ғана шешім қабылданады. Ал от жаңағы истязание кінәлі ма, кінәлі емес па? Ол кінәлі деп мемлекеттік айыптаушы айтып отыр. Мынау жарыс сөздің екінші бөлігінде ол кінәлі қинау бабы қолданды деп мен есептеймін. Себебі осының алдында есіңізде ме, Байжановқа 2 айып тағылған ғой. Біреуінде хабарламау қылмысты, біреуінде жасыру деп. Хабарламаудан мысалы мемлекеттік айыптаушы бас тартты. Неге себебі? Өйткені сот тергеуі, сот мәжілісі барысында прокурорлар
жиналған сол кездегі жиналған дәлелдердің жеткіліксіз болды ма, әлде басқа әсер болды ма, мен оның қандай негіз болғанын білмеймін, бірақ олар Байжановтың әрекетінде қылмыстық хабарламау болмаған деп осы қылмыстан бас тартты. Ана орысша айтқан уақытта они отказались от обвинений в этой части. Бұл не деген сөз? Бұл бұрын осы кешегі күнге дейін біздің қоғамда бір үлкен, әсіресе мынау мамандардың арасында, мынау юриспруденциямен айналысатын адамдардың научный средада бұл үлкен талас бар. Обвинительный уклон, айыптау бағыты дейді. Осы айыптау бағытымен күресіп жатқанын тек қана осы мынау жаңағы научный среда я болмаса бір теория жөнінде ғана жүріп жатқанын көрсетпейді. Бұл іс жүзінде. Соны мына екі сотқа қатысып отырған мемлекеттік айыптаушы көрсетіп отыр. Айыптау бағытынан алыстау, адамды әділетті соттау, әділетті жазасын беру үшін біраз жұмыс істеп жатқанын көрсетеді. Ал бұл жерде енді дәл осындай Байжановтан мысалы бір бапты алып тастады да біреуі қалды. Ал Бишімбаевтан бұл алынған жоқ. Қанша қорғаушылар дәлел келтіргенімен мемлекеттік айыптаушылардың ұстанымы бойынша ол дәлелін тапқан, қинау болған деген өздерінің соған келтірген уаждары бар, дәлелдері бар. Сондықтан да бұл тікелей әсер етеді. Өйткені бұл қылмыс болғаннан кейін бұның санкциясы бойынша мен ұмытпасам бұл жерде екі түрлі, бұл жерде жаңағы айыппұл салуға болады, сосын 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады дейді. Яғни осы қинау бойынша кеңесу бөлмесінде шешім қабылданады. Қинау бойынша қанша береді? 2 жыл бас бостандығын айырама, я болмаса айыппұл салына ма? Егер осындай болған жағдайда қылмыстық процестік кодекстің ішінде 58-ші деген бап бар. Сол 58-ші баптың ішінде осылардың қалай шешілетіні анықталған, бекітілген норма есебінде. Мысалы, түсінікті болу үшін айтайын. Айтайық, мысалы 18 жыл берді дейік та Бишімбаевқа. Мына неге жаңағы қинау бойынша мысалы 2 жыл. Бұны осы жерде енді кеңесу бөлмесінде судьяның еншісіндегі нәрсе ғой, олар шешеді. Мына 2 жылды толығынан қосамыз ба, әлде ішінара қосамыз ба? 2 жыл емес, мысалы 18 болып 19 жыл қылып 1 жылын қосамыз ба? Я болмаса полностью сіңіру деген бар. Қосу деген бар, сіңіру деген. Сіңіру деген 2 жыл болатын болса, 20 жылдың ішіне сіңір жібереді де 20 жыл солай қалады. Ал қосатын болса, мысалы да 20 жылдың алады да, мынадан 2 жыл берді ғой. Соның тағы 1 жылын қосады да 21 жыл дейді. Бірақ 21 жыл деп айтайын десе, заң талабы бойынша олай істеуге болмайды. Сонда сіздің сұрағыңызға бұл мынау қинау тағайындалатын жазаға тікелей әсер етеді. Өйткені қинау деп дәлелден деп шешілгеннен кейін оған жаза тағайындалу керек. Оған баға берілу керек, ол үшін адам жауап беру керек. Қазір көп пікір таластың арасында Бишімбаевтың алдыңғы соты еске түседі. Көп пікір білдірушілердің арасында мындай ойлар бар. Бишімбаев сол алдыңғы жағдайды қайталауы мүмкін. Яғни енді УДО бойынша шыққан жайлы айтады да. Максималды жаңағы мерзімді бермеуі мүмкін. Бергеннің өзінде ол мысалы 18 дедіңіз ба? 4,5 әлде 5 жылдан кейін УДОмен шығып кетуі мүмкін. Біз ондайды көрдік, ондай болды, тағы да қайталануы мүмкін дейді. Осы жағдайда енді эксперт ретінде сіздің ойыңыз қызық. Қылмыс қайталануда, я ол бірінші рет басқа қылмыс болды, біз ол қылмысты, мына қылмысты тергеп жатқан кезде есепке алуға болмайды. Дегенмен қайталанды, рецидив деп айтуға болады ма? Яғни УДО бойынша бұл кісі шыға алады ма деген мәселе. Бұл енді оңай сұрақ емес қой. Қоғам, әсіресе мынау азаматтық қоғам, халық, бұлар енді
заңгерлер емес қой. Күнделікті бұндай процестермен айналысып жүрген жоқ. Ол керек болатын болса күнделікті ондай процестерді тыңдап та жүрген жоқ. Бірақ осы ретте осы мына қылмыстық іс осы көпшіліктің бір қызығушылығын тудырды. Бұның себебі де бар. Менің жеке ойым бойынша мынау сот төрелігіне бір сенбеушілік қоғамда бар ғой. Сенбеушілік бар. Бар, Оның себептері де бар. Оның бәрін қазір айта беретін болса, ол көпке келеді. Мінекей осы сенбеушіліктер мынау әлеуметтік желілерде көрініп тұрады. Бірден көрінеді. Бірде көрініп тұрады. Енді оларда бірақ осы сенбеушілікті бір негіздейтін, мінекей мынаған байланысты мен сенбеймін дейтін мәселе жоқ қой. Ол тек қана бір адамның жеке ойы. Мысалы, екі дос бір-бірін қолдайды. Сосын олар әлеуметтік желіге жазып, сосын жаңағы қоздырады. Оны біреу қолдайды, сөйтіп кетіп, ең соңында ертең құтылып кетеді деген. Біріншіден, бұл жерде бастапқы осының алдындағы жасаған қылмысы үшін Бишімбаев өзінің жазасын өтеді. Жазасын қалай болса да өтеді. Толық болмаса да? Толық болмаса да жазасын өтеді. Сот үкімі орындалды. Сол кездегі заң оған сондай мүмкіншілік берді, сол мүмкіншілікті ол пайдаланды. Оған Бишімбаев кінәлі емес. Сол кездегі ол заңның олқылығы да емес. Сол уақытта сондай заң қоғамның бүгінгі арадағы қоғамдағы қатынасқа бәріне сәйкес келетін еді. Бірақ біз күн сайын өзіңіз көріп отырсыз ғой, күн сайын қоғам өзгеріп жатыр. Біз дамып жатырмыз. Кешегі болған нәрсе ертең бүгін басқаша болып жатыр. Соған байланысты біздің заңымыз да өзгеріп отыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан да қазір мінекей сол кездегі бірінші кездегідей жаңағы Бишімбаев бір 5-6 жылдан кейін жазадан құтылып кетеді деген ол негізі жоқ әңгіме. Бұл өте аса ауыр қылмыс. Бұның өзінің талаптары бар, жаза өтеу талаптары бар. Алдындағы жағы коррупциялық жасаған қылмыспен мына қылмыстардың өзінің өтеу жазалары бар, олар басқаша әртүрлі талаптары бар, сол талаптары орындалу керек. Сондықтан да мен өзім жеке басым, мысалы, бүгін сотты алып 5-6 жылдан кейін Бишімбаевты біз бостандықта көреміз дегенге мен сене алмаймын. Яғни адам өліміне байланысты факт орын алған қылмыстарда тіпті өзгеше, яғни әрине. ОДО мәселесіне дейін барлық факторлар. Адамның өлімі бар жерде жауапкершілік өте қатаң. Бірақ жаңағы интернетте, әлеуметтік желіде жазып жатқандар, олар заңгерлер емес, олар өздерінің ойларын жазып жатыр. Ол да бізге керек нәрсе. Қоғамда қайшылық болмаса біз қалай өсеміз? Сол қайшылық мінекей. Сол қайшылық ертелі-кеш шешіледі. Сол уақытта сол қоғамдағы адамдар бәрін дұрыс түсінетін болады. Шын мәнісінде субъективті ойлардың қайшылығы бір объективті соңында бір ойға келеді ғой. Сондықтан жалпы дәл осы мәселеге байланысты менің ойымша Бишімбаев Қазақстанда әйел адамды ұрып соққыға жығып өлтіріп қойған бірінші және соңғы адам емес. Жылына енді әлеуметтік желілердегі қазір ашық ақпаратқа сүйенетін болсақ 400-ге жуық әйел адам зорлық-зомбылықтан көз жұмады. Және дәл осы процесс, дәл осы атышулы сот процесі неліктен қоғамның сонша қызығушылығын танытты. Оның үстіне кейбір кешегі күні сұхбаттарда, ашық сұхбаттарда кейбір оның арасында саясаткерлер де бар, танымал. Әйел адамды арасында ұрып тұру керек дейтін еркек сымақтар бүгін арамызда жоқ емес. Қазір өзгеше сөйлеп жатыр, басқаша сөйлеп жатыр. Яғни неліктен дәл бүгін оянды бұл кісілер?
сұрағыңыз күрделеніп бара жатыр ғой. Сұрақ сайын ба? Иә, сұрағыңыз барған сайын күрделеніп бара жатыр. Мен бұл жерде тек қана өзімнің жеке пікірімді айтайын. Заңгер ретінде, мысалы жаңа сіз басында айтып кеттіңіз ғой, мен мына прокуратура саласында 20 жылдан асам осы қызмет жасадым. Соның 10 жылы мемлекеттік айыптау саласында істедім. Онан кейін қазір мінекей 9 жыл болды, мен қазір адвокаттық осы қызмет жасап жүрмін. Бұл жерде неше түрлі ой айтуға болады. Менің пікірімше, бұл жерде басты бір қате бар. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, бір отбасы сияқты көрсетті да бұларда. Бішімбаев пен жәбірленушінің, сотталушы мен жәбірленуші, мысалы Нүкенова Салтанат жәбірленуші болған адам ғой да, сотталушы Қуандық Бішімбаев. Осы екеуін кейбірақта бір отбасы етіп көрсетеді. Шын мәнінде олай емес қой. Бұлар заңды некеде тұрған жоқ. Заңды некеде тұрған жоқ. Бірақ екеуі бастапқы кезде бір-бірімен тіл табысып, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін түсініп, отбасын ерлі-зайыпты болуға, отбасын құруға үміттеніп келісті. Сол келіскен кезде менің ойымша бір қате, ол бірден заң жолмен жүрмеді. Заңды некеге отырғанда, екеуі бір үйде тұрып, бір үйден шай ішіп, осы сол үйдің мәселесін шешіп жүрер еді. Бұлар заңды некеге тұрған жоқ. Тұрмағаннан кейін олар ойлады, әркім өзінің бас бостандығы бар. Менің бостандығым сіздің бостандығыңызбен шектелген. Қалай өмір сүргіміз келсе, солай өмір сүреміз деп. Ерлі-зайыптылар олай өмір сүре алмайды ғой. Ерлі-зайыптылар тапқанның бәрін үйге келу керек. Олар екеуі екі жерде тамақ ішіп жүр. Осы үйдің мәселесін бірігіп шешу керек. Бұл жерде бір адам шешіп отыр, екінші адам талап етіп отыр. Көрдіңіз ба? Бұл біріншіден, екіншіден 400 дедіңіз ғой, 400 әйел деп. Менің ойымша 400 әйелдің бәрі, оның бәрі нағыз заңдастырылған некеге отырған ерлі-зайыптылар емес. Бұл жаңағы гражданский брак деп жүр ғой, гражданский брак деген заңда жоқ нәрсе. Азаматтық неке деген заңда жоқ. Бірақ заңда әйел мен еркек бірге тұруға запрет те жоқ. Көрдіңіз бе? Біз демократиялық қоғам дейді ғой, біз ашық қоғамбыз. Сондықтан да олар сондай мүмкіншілігін пайдаланды. Біз мына заңды некеге тұрмай-ақ осы жолмен біз бақытты боламыз деген басында ой туған, көріп отырсыз ғой, уақыт оны көрсеткен жоқ. Бұл мынау азаматтық неке деп айтып жүр ғой, бұл оны тырнақ шағалау керек. Сол азаматтық некенің бір қоғамға келтіретін пайдасының аз екен. Мен айта алмаймын, бәрі бірдей солай деп. Но бірақ азаматтық неке мемлекеттің қарауында болмайды. Мемлекет өзінің қорғауына ала алмайды. Заңда сөйтіп жазылған. Тек қана заңды неке отбасы, және осы отбасынан тараған балалар, әкесі, шешесі мемлекеттің қарауында болады. Мемлекеттің жаңағы көмегін алады. Көрдіңіз бе? Менің ойымша осы екеуінің ойлаған жоспарлары жүзеге аспай, аяғында кикілжіңге алып келді. Сол кикілжің шешілмей, ең соңы мінекей жұрттың бәрін сот залына алып келіп, бүкіл дүниесі қазір қарап отыр. Бұл жерде үлкен мынау әлеуметтік проблема бар. Мен енді алысқа кетпей-ақ қояйын, бірақ осы күнделікті ақпаратта осы отбасын насихаттау бәрібір мен аз деп ойлаймын. Бас қосқан жастарды оған бағыт көрсетпейтін болса, ол қалай ол үй болады, оған айтылмаса, оған ескертілмесе, оның қандай жаңағы азаматтық некенің қандай нашар жақтары бар екен, ал мынау некеге тұрған уақытта азаматтық мына некеге заңды тұрған уақытта оның қандай жақсы жақтары бар екен, соның бәрін мысалы
уақытында айтылып отырса, қоғамда дәріптеліп отырса, мүмкін бұндайға келмес пе едік. Неке жақсы айтқан 400 адам, мынау осыған келді. Ал сондықтан да ал отбасы болғаннан кейін, ерлі зайыпты деп айтады. Да, екеуі заң бойынша олар тең правалы. Екеуі де, күйеуі де, әйелі де, екеуі тең правалы. Бірақ өзіңіз ойлап көріңізші, бір үйдің ішінде 4 правалы 4 адам тұратын болса, 4 шешім болатын болса, ол отбасы бола ма? Сондықтан да біреу үлкен болу керек, біреу кіші болу керек, біреу аға болу керек, біреу жеңге болу керек деген. Сонда ғана отбасы болып біз жақсы дамитын боламыз. Ал жаңағы кешегі ағалар бар, қазір позициясын өзгерт деген, оларда түсінуге болады. Олар сіздер кешегі күннің адамдар сияқты кейбірақта сондай әңгіме болады, мен де солардың бірімін. Менің семьям бар. Көрдіңіз бе? Иә. Семья болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды. Сол семьяда қарама-қайшылық болмайтын болса, ол семьяда да өсу болмайды. Өсу дегеніміз не ол? Ол бір-бірін тыңдау, бір-бірін тыңдай білу. Иә. Осы үйдің мүддесі үшін талас болады ғой. Қайшылық сол туады ғой. Соны дұрыс түсініп, дұрыс шешкенде ол семья бақытты болады. Бізде қазір соңғы уақытта бір передачалар шығып жүр ғой, мына хабарда ма, по-моему, да, сондай үлкен отбасыларды көрсетіп жатыр. Бұл өте жақсы үрдіс. Егер соны арман қарай дамытып, оны басқа бір бағыт беріп, мынау жаңағы заңды неке мен заңсыз некенің айырмашылығын ажыратып айтып отырса, мүмкін мүмкін сол жастарға орта буынды жаңағы қазіргі азаматтар оларға айтып отырса, мүмкін қоғам басқаша осындай бір келеңсіз заттар орнында аз болар деп ойлаймын. Жақсы ой. Заңды неке ол жай ғана қағаз болғанымен негізі ар жағында эмоционалды, рухани делік, құндылықты қаншама бір институт жатыр да. Мемлекеттің қолдауы жатыр ғой. Қолдауы жатыр. Және ерлі зайыптылардың арасында қарым-қатынас та басқаша да. Әрине. Жауапкершілік пайда болады. Заңды некеге отырдыңыз ба? Еркектің өзінің жауапкершілігі болады. Әйелдің өзінің жауапкершілігі болады. Бұл жерде, мына біздің қарап отырған істе сондай жауапкершілік туындамады. Көрдіңіз ба? Көзге көрінбейтін қайшылық қой. Бұны мамандар айту керек, бұны мәселе қылып көтеру керек. Сонда көтерген уақытта жұрт естеді, жастар естіп, мынаны басқаша шешу керек екен сияқты ойын өзгертуі мүмкін деген әңгіме ғой. Насихаттауға байланысты бізде не көрсетеді? Яғни жақсы бір отбасы институтын дамыту үшін, тәрбиелі отбасы институтын көрсету үшін жасалып жатқан жолдар аз. Тек мынау ажырасып кетіпті, 2 жұлдыз ажырасып кетіпті, мынау күйеуін ұрыпты, мынау әйелін ұрыпты. Басты қызығушылық, басты триггер қоғамда осы болып келеді. Оған толықтай келісемін. Енді осы сот процесі үлкен резонансқа айналғаны рас. Қоғамға, жалпы қазақстандықтарға пайдасы бар ма? Өте пайдалы. Бұл қызығушылық ол жайдан жай туған нәрсе емес қой. Даже осы іс бойынша дәл сондай бағытта жүрген, сондай азаматтық некеде жүрген семьялар көп. Солар тыңдап отыр қазір. Солар қазір көріп отыр. Мен енді жоғарыда қалай шешілгенін білмеймін, бірақ жоғарғы соттың осы шешімі, мынау жариялы түрде осы сот жүргізу өте дұрыс болды. Бұл сот, Верховный суд, осы жоғарғы соттың осы шешімі болмаса да, ол жариялы түрде ашық сот. Оған кез келген адам барып, оны қарай алады. Бірақ біз ертең үйінен шығып, оны ана жерге барып, оның бәріне күнделікті отырып, ондай қызушылық жоқ қой. Вот сол ана соттың ішінде болған жағдайды үйдің ішіне әкеліп беріп еді, бәрі қарай бастады. Бәрі қараған уақытта оның өзінің ішінде адамның жеке басында туынды өзінің қандай істеп жүргенін өзіне салыстыру басталды. Оны әйел де көрді, күйеуі де көрді, балалары да көрді, жолдастары да көрді.
осының алдында сол екі адаммен бір-бірімен әйелмен екеуі кикілжіңге түскен, оны жолдастары күліп арасында күлетін жағдай болды. А келесіде бұлар уже біліп отырады. Көрдіңіз бе? Бұл өте мен үшін бұл субъективті мнение дейді ғой, бұл өте дұрыс қабылданған шешім. Күнделікті көріп отырмасаң да, анда-санда осындай процестерді, мысалы, резонансы бар, осындай, көп проблемалардың жиынтығын көрсететін осындай процестерді осылай жариялы түрде көрсететін болса, мұнан біздің қоғамға жаманшылық келмейді. Кемінде сабақ алады. Иә. Өйткені бекерден бекер мына шетелдіктер осы программада көріп отыр деп мен естіп жүрмін ғой. Бекерден бекер емес. Ол сол шетелдіктердің олар өздерінде қандай жұмыс істеу керек, олар да бізден үлгі алып жатыр. Иә, мен университет қабырғасында қылмыстық құқық сабағында ұстаз мұғалім айтатын, қоғам құқықтық сана жетіспейді қоғамға. Азаматтық қоғам әлі құрылған жоқ бізде. Сол күнге бұйыртса жетерміз деп күнде айтатын. Көрдіңіз бе мінекей? Иә, дәл сол есіме түседі, сол сөздер. Иә, ол қоғам үшін, біз үшін жалпы өте пайдалы. Ал сот процесіне қатысып жатқандар үшінші. Енді мысал ретінде Нүкеновтер отбасын алайық. Иә, интернет, әлеуметтік желілер ештеңе ұмытпайды. Мынау қазір тарап кеткен суреттер болсын, я видеолар болсын, олар өмір бойы сақталады интернетте. Бұл сол отбасы үшін стресс, триггер, ауыр. Иә. Жарайды, олардан қалса, жалпы бүкіл сот процесінің қатысушыларына айтамын да, адвокаттарға қаншама наразылық туындап жатыр, иә. Прокурорларды қолдайтындары бар, қолданбайтындары бар. Бишімбаевтың ұялы телефонның арқасында сот процесіне қатысы жоқ, қайдағы бір далада жүрген адамдарға наразылық туындап жатыр да. Ол адамдардың отбасысы бар. Ол отбасының ішінде кикілжіңдер пайда болады. Осы мәселе. Мынау қоғам үшін бұл түсінікті. Біз бұны тоқтаттық, иә, пайдалы. Мына сот процесіне қатысты адамдар ше. Мысалы, соттың өзі Айжан ханымға да бас жағында сұрақтар болды. Енді аудитория, олар юрист емес, олар түсінбейді, сондықтан да субъективті ойлар пайда бола бастады. Сұрағыңыз өте дұрыс. Оңай сұрақ емес түсінбеген адамға. Мен былай деп айтар едім. Мысалы, судьяны алатын болсақ. Бұл судья мемлекет басшысының жарлығымен тағайындалды. Бұл мамандығы. Бұл осы судьялық қызметке тағайындалғанда, ол өзі осындай міндет алды. Ант берді. Сондықтан да оған ауыр ма, жеңіл ма, бұл жерде есептелмеу керек. Ол міндетін, мемлекет алдындағы судьялық міндетін орындау керек. Ал оны қорғау жөнінде өткенде естіңіз ғой, қорғауға алғаны, ол басқа мәселе. Мысалы, кімдерге, мемлекеттік айыптаушыларға. Оларға да мысалы кейбір уақытта бір сөздің шеті тиіп жатыр. Ол да тірі адамдар ғой, біз сияқты азаматтар. Бірақ олардың міндеттері бар. Конституция бойынша прокурорларға мемлекеттің мүддесін қорғау міндеттелген. Ол сол талапты орындап отыр. Ол соның алған міндеті. Ал оған біреу жаңа тіл тигізіп жатыр ма, ялмаса басқаша бір оған озбырлық көрсетіп жатыр ма? Егер сондай жағдай болатын болса, ол басқа механизмдер бар, соны қорғайтын. Өйткені судья да, мемлекеттік айыптаушы да мемлекеттің қорғауында. Ол заңмен бекітілген. Сондықтан да олар тайсалмай, қайсарлықпен өзінің жұмысын, біліктілігімен өзінің жұмысын бәрі атқарып жатыр. Ал адвокаттарға келетін болсақ, адвокаттар да, олар да өздеріне міндет алды. Олар келісімшартқа отырды. Алдына қойған олардың міндеттері бар. Сол міндеттеріне байланысты олар жоспар құрды. Сол жоспарларын жүзеге асырып, сот мәжілісінде өзінің қорғауындағы адамға, мысалы, Бишімбаевтың адвокаты мен Байжановтың адвокаттары, олар осы өздерінің қызметтерін атқарып жатыр. Мен оны көріп отырмын. Біреу тіл тигізуі мүмкін, бірақ ол адвокаттар
өздерінің ісін білетін адамдар. Иә, ол сол жерге көшеде жүрген адамды ол жерге адвокат алып барған жоқ қой. Оның әрқайсысының лицензиясы бар. Оның әрқайсысының істеген өмірде алған тәжірибесі бар. Ол білікті заңгер. Лицензия алғаннан кейін оны адвокат деп атайды. Сондықтан да олар да қызметін, олар да қорғалған заңмен. Бірақ олар жаңағы мемлекеттік қызметкер сияқты емес, судья емес, прокурор сияқты емес, олар басқаша қорғалған. Бірақ егер де адвокаттың жұмысына сондай кедергі келтіретін болса, сол кедергі келтіретіндер заң алдында жауап береді. Ал мына Бишімбаевтың, Байжановтың және жәбірленуші Нүкенованың семьясына бұл ауыр тиеді ма десе, әрине ауыр тиеді. Бұл оңай нәрсе емес. Басқа салмасын. Екі жақтан болса да басқа салмасын. Бірақ енді осындай болғаннан кейін олар енді сол жерде сотқа қатысып отыр. Енді бұл жерде мынандай мәселе. Егер де осы сол семьяға ауыр тиді деп, сол семьяның мүшесі болсын, я болмаса оның жаңағы адвокаты болсын, я болмаса оның өкілі болсын, мынау әлеуметтік желіде тарап жүрген бар дейді ғой, мен өзім көргенім жоқ, суреттер тарап жүр дейді, сондай таралып кетті. Егер сондай фактілер болатын болса, бұл туралы егер де мына прокуратураның, қалалық прокуратура ғой енді осы істі бастаған, сол қалалық прокуратураға егер де арызданып жүгінетін болса, шағымданатын болса, осы туралы тексеру өткізіледі. Сосын тексеріліп өтсе де, сол кім таратқаны анықталып, олар өзі тиісті сондай жауапкершілікке тартылады. Бұл қылмыстық процесстік кодексінде, ұмытпасам, сол 201-ші бап дейін. Сонда әркім осы сотқа қатысушылар, сотта куә есебінде жауап бергендер, адвокаттар, жәбірленушілер жағынан дағы адамдар болатын болса, олардың бәрі қолхат берген. Осы іс бойынша мына материалдарды прокурордың рұқсатынсыз жарияламауға. Егер сол бұзылған жағдайда жаңадай арыз түсіп өтініш түсетін болса, прокуратураның атына, прокуратура міндетті түрде тексеру өткізіп, өзі тексеру өткізбесе де, оған тапсыратын ұйымдар бар, жаңағы бөлімдер бар. Сол бөлімдерге мысалы тапсырма беретін болса, бұл адамдар анықталып, өздерінің тиісті жазасын алады. Бұған менің ешқандай күмәнім жоқ. Мұнда мен түсінем, біз қоғам, көріп жатқандар, бізде адамбыз, бізде де түсінік тәрбие бар, бірақ көбінесе ютубта көріп отқанды кино көргендей елестетеміз да. Адвокаттар актер, сот актер, жәбірленуші тарап, айыпталушы тарапта актер сынды пікір білдіреміз. Олардың да құқығы бар екенін ұмытып жатамыз да. Жаңағы өзіңіз айтқандай, соттың да, прокурорлардың да мемлекетпен қорғалатын құқықтары бар. Мынандай мәселені көп жерден кездестірдім. Жастар көбінесе көп салыстырады осы процесті. Әлеуметтік желіде тікелей эфирде отырып, Мұрат Әбділда дейтін жігіт, мүмкін естіген боларсыз, бір-екі ауыз сөзі үшін 7 күнде сотталып кеткен болатын. Қателеспесем 4 жылға ма, мүмкін солай. Бишімбаевтың процесі жарты жыл болды, әлі соттай алмай жатыр. Бұл әдейі жасалған дүние ма деген... Бітпейтін іс болды ма? Иә, бітпейтін іс болды. Бұл әдейі жасалған дүние ма, халықтың назарымен ойнау ма деген сұрақтар келеді. Енді шынымен сот процестері осылай жүре ма, әлде дәл осы бір ерекшелік болып тұр ма? Мен осындай ойларда естіп жүрмін. Мынау өткенде жаңағы паводок болғанда бәрі суға кетіп жатқан уақытта мінекей мыналар Бишімбаевтың делосын осыны бәрімізді ұстатып қойып, біздің көңілімізді мына жаққа аударып отыр деп. Бұл қате ғой. Бұл іс паводок болмаған уақытта басталған іс. Бұның паводокқа ешқандай қатысы жоқ. Может быть, уақытында сәйкес келген шығар. Сондықтан да оны екеуін бір-бірімен байланыстыру, бір адамдар, может быть, осыдан бір
саяси бір ұғым шығарып қоздырғысы келе ма қоғамды, мен білмеймін. Шын мәнінде бұндай жоқ. Ал енді мынау жаңа айтқан сіз Әбділда дедіңіз ба, оныкі тез бітті де сотталып кетті, мынау бітетін түрі жоқ қой әлі деп. Бұл жерде Әбділда алқабилермен сотталған жоқ қой. Иә. Ол күнделікті сол судьяның қатысуымен, сосын бұл жерде бір адам, иә. Бұл жерде бірақ факті ғой. Бір факт. Айтты ма, айтпады ма? Иә, айттың ба, айтпадың ба? Сондықтан да бұл тез біткен себебі сол. Бұл жерде алып бара жатқан соншама көп уақыт кетіріп, соны зерттейтін, жан-жақты қарап тексеретін ондай мәселе жоқ. Иә, экспертиза мәселе жоқ. Ал мына жерде әр қадамы, әр секунды өте маңызды болып отыр. Осы болған оқиғаға заңды бағасын беруге өте сондай маңызды. Тек қана алқабилер мынау алқасын құру үшін бір күнде істей алмайсыз. Оның өзінің заң бойынша анықталған мерзімі бар. Бірінші ол алдын ала жаңағы тыңдау болады. Ол бір уақыт. Онан кейін бір уақыт, оны екінші күні оны істей алмайсыз. Оған тағы уақыт береді. Сөйтіп оны алқабилердің списогін оған үміткерлер таңдайды. Үміткерлердің өзінің уақыты бар, заңмен бекітетін. Ол үміткерлердің бәрі келгеннен кейін онан алқабилерді жаңағы таңдап алып алқаны қосу үшін оның өзінің біраз сондай процессуалды заңдастырған өзінің тәртібі бар. Егер сол орындалмайтын болса, ертең шығатын үкім заңсыз болып шығады. Көрдіңіз ба? Сондықтан да бұл жерде таңғалатын ештеме жоқ. Бірақ енді жаңа айттым ғой, жұрттың бәрі заңгер емес. Заңгердің де заңгері бар. Мысалы, осы қылмыстық процеспен айналыспайтын кейбір заңгерлер бұған көңіл бөлмеуі мүмкін. Бұған тек қана осы білетін, осы қылмыстық процестік, уголовный производство дейді, осы қылмыстық процестік салада жүрген азаматтар, заңгерлер, олар жақсы түсінеді, әр уақытта ашып айта алады бұның себебін. Бұл жерде созбалыққа салып отқан ештеме жоқ. Мен кеше сол шамалы көргеннің өзінде уже көрдім ғой. Тез болып, созбаңдар, айтатын нәрсені айтыңдар, бәрін айтуға бұл жерге болмайды деген сияқты әңгімелерді мен айтқан естідім. Сондықтан да негізі жоқ әңгіме ғой, бұл жаңа бекерден бекер созылып жатыр, халықтың көңілін бұған бөліп жатыр деп жоқ, ондай емес. Бұл әлдеқайда ауыр қылмыс болғандықтан. Әрине, бұл өте аса ауыр қылмыс. Енді өзіңіз осы секілді де басқа қылмысқа байланысты талай сот процестерін көрдіңіз. Мына тараптан да, яғни прокурор ретінде де, адвокат ретінде де болдыңыз. Дәл осы процеске эксперт ретінде профессионализмге байланысты баға бере алсаңыз. Арнайы мүмкін мен мына кісіні белгілеуші едім, өте жақсы жұмыс шығарды деген сияқты бір ойыңыз болса. Мен судья былай істеді, прокурор былай істеді деп баға бермей қояйын. Бірақ кеше қараған уақытта әрқайсының судьяның қанша жұмысының ауыр екенін, қылмыстық процестік кодексте көрсетілген талаптардың орындалып отыруын, уақытылы қадағалап отырудың соншалықты күрделі екенін мен өзімнің көзіммен көрдім. Көрдіңіз ба? Мысалы, тырнақ астынан кір іздейтін адамға ол табылады. Табылады. Ал бұл жерде жаңа алдында айтып кеттім ғой, судья мемлекет басшысының жарлығымен тағайындалды. Оның біліктілігіне күмән келтіру бұл просто негізделмеген әңгіме ғой. Өйткені жарлықтың ішіне кіру үшін, жарлық алу үшін ол қанша уақыт оқыды, қанша емтихан тапсырды, қанша жаңағы тәжірибелерді зерттеді. То есть өзінің осы орынға лайықты екенін көрсеткеннен кейін барып мемлекет тарапынан осындай шешім қабылдайды. Ал прокурорларға келетін болсақ, осы жолы прокурорлардың
істеген осы қылмыстық істі қарау барысында істеген мен бір тәнті болдым десем бар ғой, ол артық айтылған сөз емес. Мысалы біздің уақытымыздағы осы жар сөздегі алқабилердің даже осы жар сөзіне алқабилердің қатысуымен қаралған қылмыстық істердегі жар сөздермен кешегі осы кім фамилиясы кім еді? Адвокат? Жоқ, Прокурор? Мемлекеттік айыптаушы, Айжан Аймаханова и анау Жігіт. Жас жігіт. Олардың кешегі сот барысында жасаған жар сөздегі істері, жар сөздегі өзінің ұстанымдары бұл бір алқабилі мемлекеттік айыптаушылардың бір жаңа буыны. Жаңа буыны дүниеге келіп, бұлар жаңаша бір көзқараспен және басқаша ескіше тәсілмен емес, жаңаша тәсілмен көрсетіп, мен өзім ойлап отырмын. Вот это ребята продвинутые деп. Өйткені олар мына Байжановқа тағылған екі қылмыс жасатып келді, олар өздері сол екі қылмыстың біреуінен бас тартты. Бұл не деген сөз? Бұл әділеттікті қамтамасыз етуге сол жерде жұмыс істеп отыр деген сөз. Әйтпесе, егер де үндемей қалса, арман қарай, бұл талас болар еді. Қалай олар тоқтатты, айтты, біз бас тартамыз мына тағылған айыптан деп еді. Әңгіме, онан кейін әңгіме бәрі тоқтап қалды. Көрдіңіз бе? Бір ғана кішкентай шешім қандай адамдардың ойын өзгертті. Әділеттік, ең болмаса осы сот барысында деймді, адамдар көзімен көрді. Қаншама мың адам қарап отырса, Қазақстандағы прокурорлардың қалай жұмыс істейтінін. Олардың біліктілігін, олардың мынау қарсыластарымен пікірсайысқа қалай қатысқандарын көріп отыр. Бұл өте бір жаңа, мен үшін жаңалық болды, прямо қуанатындай жаңалық болды. Оны сұраған себебім енді шынымен миллиондаған адам қарап отыр. Ол кісілер бұған дейін сот процестерін қарамаған, қызықпаған, қатыспаған, және бүгін олар үшін, жалпы мемлекет үшін, қоғам үшін адвокат деген маманның бейнесі қалыптасып жатыр да, образы. Және дәл осы сот процесінің арқасында, яғни мемлекетте сот жүйесінде екінші мүмкіндік жоқ. Дәл осы жерде сотты қандай бейнеде көрсетеді, прокурорды қандай бейнеде көрсетеді, қоғам ертең солай сенетін болады. Сол үшін енді юрист ретінде база, өте қызығушылықпен қарадым. Бұл сөзіңізді алыңызда. Бұл біріншіден, екіншіден, келесіде осындай процесс болсыншы. Келесіде осы біздің қоғам мына прокурорлармен сол процесске қатысатын прокурорларды салыстырып отыратын болады. Планка қойды ғой. Бұл не деген сөз? Бұл қоғамның қызығушылығы емес, бұл сол адамдардың құқықтық салаға жақындап, уже салыстыруға мүмкіншілік алғаны, көрмейсіз бе? Бұл жариялылық қалай екенін көрмейсіз бе? Айтпаса, бұл ештеме ойға түспейтін әңгіме ғой. Келесі дәл осындай процесс болмай қойсын. Егер болатын болса, осы мына әлеуметтік салада, осы мына қазіргі отырған Бишімбаевтың делосына қатысып отырған мемлекеттік айыптаушыларды, айыпты қолдап отырған мемлекеттік айыптаушылармен салыстыратын болады. Осылардың деңгейімен салыстыратын болады. Осылардың іс-қимылдарымен салыстыратын болады. Осылардың сөздерімен салыстыратын болады. Бұл өте бір жақсы тәжірибе болды. Тек қана бұл мынау мемлекеттік органдарға емес, құқық қорғау органдары емес, сот органдары, бұл бүкіл қоғамға бұл жақсы нәрсе болды. Бұл жаңағы триггер сияқты ғой, енді прокурорлардың өзі де оқитын болады. Бұл планктен енді олар төмен түсе алмайды деген сөз ғой. Бұны қарап отырған басшылар бар. Басшылар осының бәрін ертең бұл деген үлкен сабақ болып, жас прокурорларды осы бағытта үйретеді. Оған мен ешқандай күмәнім жоқ. Өйткені мен сол саладан шықтым. Кешке осы как раз әлеуметтік желіде бір видеоға тап болдым. Қазір енді сол сот процесіне журналистер көптеп келеді ғой, есік алдында тұрады, күтеді қатысушыларды. Шыққан кезде сұрақ астына алады енді. Кейде орынды сұрақтар болады, кейде орынсыз сұрақтар болады дегендей. Сондай сұрақтардың бірі,
дәл бір адвокатқа бағытталған сұрақ болды, кешірім сұраймын, журналисттен. Мынандай сұрақ: сіз адам өлтірушіні қорғау үшін қанша ақша алдыңыз деген сұрақ Газымжановқа қойылды, қателеспесем. Енді бірден мынандай жауап келді, әрине ренжулі, негативті: қанша мен оқыдым, қанша мен тәжірибе жинадым, соған тұрарлық жалақы алып жатырмын деді. Жалпы гонорар. Гонорар. Әрине ол кісілердің гонорары сіз бен біздің мәселеміз емес, басқа тұратын. Бірақ жалпы қоғам білсін деймін да. Мысалы, министрлердің айлығы қанша екенін білеміз, әкімдердің айлығы қанша екенін білеміз. Сот немесе прокурор немесе адвокаттардың орташа айлықтары, градация қалай жүреді? Бар ма бізде сондай? Мемлекеттік қызметтегі дейді. Ол адвокат ол мемлекеттік қызметкер емес қой. Адвокат ол қала берді, ол даже кәсіпкер болып есептелінбейді. Заң бойынша адвокаттар кәсіппен айналыса алмайды. Мемлекеттік қызметкер мысалы кәсіппен айналыса алмайды ғой. Адвокаттар да сондай мемлекетпен айналыса алмайды. Адвокат тек қана осы адвокаттық қызмет көрсету. Мына адамға құқықтық көмек керек болатын болса, соны соны көрсету арқылы өзінің нәпақасын табады. Ол 100 теңге бола ма, 1000 теңге бола ма, ол екі арадағы келісіммен шешілетін нәрсе. Бұл жерде мына қылмыстық істер бойынша бұл осы арадағы ақы, адвокаттың көрсеткен қызметінің осы мына мөлшері, ол сол адам шешеді. Бұл заңмен реттелмейді. Қылмыстық тек қана іс бойынша. Ал азаматтық істер бойынша ол заңмен реттелген. Сондықтан да мен оның интервьюін естіген жоқпын, Ерлан Ғазымжановтың. Ол адвокатты мен жақсы білемін. Ол өте білікті адвокат. Бұл осындай істердің талайын басынан кешірген. Бұл жігіттің лицензиясын айырып, қайтадан... Сөзіңіз аузыңызда кешірім сұраймын. Осы мәселеге байланысты. Жаңағы жәбірленуші тараптың адвокаты орыс жігіт. Игорь Вранчев. Игорь Вранчев Газымжановтың адвокаты болған дейді. Жаңа лицензиясын айыру кезінде. Қаншалықты рас өтірігін білмеймін, бірақ қазір олар енді өмірдің кезегі сол, салғаны сол, екі жақтың адвокаты, екі бағытта. Осы орайда сізден сұрайын дегенім, сіз дәл осы процестің қатысушыларын танисыз ба? Мүмкін бірге бір процесте болған шығарсыздар. Ерлан Ғазымжановпен екеуміз бір процесте болдық. Алқабилердің қатысуымен. Мен жәбірленуші жағында болдым. Ерлан сотталушы жағында болды. Бірақ біздер өмірдегі қарсыластар емеспіз. Біз процессуалдық қарсыластармыз. Біздің жұмысымыз сот залының қалай есіктен далаға шығамыз, біздің жұмысымыз соның ішінде қалады. Далада біз әріптестерміз. Біз бірге отырып сабақ оқимыз. Бірімізді тәжірибемізді зерттейміз. Бізде әр аптада, мысалы біз мына осы Астана қаласы адвокаттар алқасында орталық бар. Білім көтеру, білімді жетілдіру. Сол жерде мысалы біз оқимыз, кездесеміз. Осындай әртүрлі квалификациялар дейміз, әртүрлі осындай соттағы болған проблемаларды біз талдаймыз. Ал бірақ мынау сот залының ішінде бір-бірін қарсыласып, бір-біріне дес бермей бұлай көрсетіп отырған, ол өзінің алған міндеттеріне байланысты. Кейбір уақытта болады, кейбір біздің осы әріптестеріміз шектен шығып жатады, рамкадан шығып жатады. Мысалы, қылмыстың өзінің рамкасы болады. Заңда сондай талап бар. Пределы главного судебного разбирательства дейді. Қандай айып тағылса, тек қана сол айыптың көлемінде ғана жұмыс істеу керек. Ал кейбір біздің сол әріптестер қызуқандылыққа салынып, сол ана шеңберден шығып кетеді де, сосын бір артық сөз айтады. Оның мына іске ешқандай қатысы жоқ. Айтылмайтын сөзді. Кеше соны мен ана естім, Игорь Вранчевтің жаңағы элитарный паразиты деген сөздерге
кеше мына неде Фейсбукта кімнің Қазақстан Компартиясының төрағасы кім Ертісбаев па? Соның интервью жүр. Сол мына неде Фейсбуктан бас прокурордың атына ауызша арызданды, шағымданды. Осы мына адвокат жөнінде тексеру өткізіп, ол тіпті айтып отыр, жауапкершілікке тарту керек деп. Қылмыстық іс қозғап, оны мына адвокаттық қызметтен шеттету керек деп отыр. Енді ол бас прокуратура осындай шағым түскеннен кейін енді оны қараусыз қалдырмайды деп ойлаймын. Қаралып бір шешім қалатын шығар. Ал бірақ енді қарсыласқа келетін болсақ, біз мынау сот залында тек қана процессуалдық қарсыласпыз. Неге? Өйткені бір адвокат мына жердегі адамға осы міндеті бар. Келісімшартқа отырды ғой. Келісімшартқа отырып, мінекей осындай менің өкілім боласың деді. Ал ана жақтан екі ара келісімшартқа отырып, мен қорғайсың. Сөйтіп, сондықтан да әрқайсының өзінің алған міндеті болғандықтан, ол процессуалдық, ол сайыс. Ал естен шыққаннан кейін біз процессуалдық қарсыласты өз жерін тоқтатамыз да, арман қарай әріптестер есебінде өміріміз сүріп жатырмыз. Спортивный интерес десек те болады ішінде. Енді түсінікті да. Соңғы екі сұрақ. Жалпы жеке пікірім, енді бұл субъективті әрине. Дегенмен Ресейден келген блогер, коуч дейді, бизнесмен дейді, Наталья Грейс деген азаматшаны меніңше ақша төлеп шақырып алған сияқты. Енді оның аудиториясы үлкен ғой. Ол лидер общественного мнения, ол біраз пост жазды, сұхбатта жазды. Енді мен ойым, шын мәнісінде осы кісілердің ойынша осындай блогерлердің, қоғамдық информ атакалардың нәтижесі алқа билердің ойына немесе соттың ойына әсер ете ме? Мен өзім жеке басым мынау блогерлердің, я болмаса журналистердің жазып былай қоздырып жүрген әсер етпегеніне мен сенбеймін. Мен өзім сол ортадан өттім ғой. Мен мемлекеттік айыптаушы болдым. Мен қорғаушы болдым. Мен жәбірленуші жақтың өкілі болдым. Маған бәрібір журналист не айтып жатыр, блогер не айтып жатыр. Мен онда жұмысым жоқ. Менің алған міндетім бар. Сол міндетті мен орындауым керек. Оны жай ғана оны тиімді орындауым керек. Мені көмекке шақырған адам менің жұмысымды сөйтіп бағалау керек. Ал мен ананың сөзіне еретін болсам, мынаның сөзіне еретін болсам, ол қалай болды адвокаттық қызмет болады. Сондықтан да мен сондай оламын. Ал мынау мемлекеттік қызметтер, мен ол жағынан ешқандай бір күмәнім де жоқ. Аналар айтып, мыналардың жаңағы сөзіне еріп кетті ғой, мынау прокурор мынаның сөзіне еріп кетті ғой деп ере алмайды. Судья мынаның айтқаны құрып, осылай болып отыр ғой деп істемейді олай. Ондағы күмән келтіру, осы адамдардың жұмыстарына күмән келтірудің өзі менің ойымша өз жеке басым қате деп ойлаймын. Ол дұрыс шешім қабылдауы мүмкін, бұрыс шешім қабылдауы мүмкін. Ол ертең зерттеліп тексеріледі ғой. Ол кісінің осы жұмысына баға беріледі. Сондықтан да олар қалай болса солай ананың сөзіне, мынаның сөзіне ереді дегенге мен тек қана өзім емес, мен сені де шақырамын, сен бөгет. Жоқ, мен сол заказды жасап жүрген адамдардың ойын айтамын да. Ал егер де анау шетелден келіп, жаңағы Наталья Грейс дедің, Ксения Собчак келіп, екеуі келіп, ана жерде отырды, ортасында отырды, анау деп. Менің жеке басым, жеке ойым бойынша, оларға біздің елімізде не болып жатқаны екі дүние бір қадам дейді. Бастары да ауырмайды олар. Олар өздерінің мәселесін шешіп жүрген адамдар. Олар қалай сезді біздің осы процесті, Қазақстандағы процесті? Бүкіл Россия, бүкіл Европа көріп, жаңағы сатып алғанды қалай есті? Олар осы жерге тез келіп, бір жарты сағаттай отырды ғой, көрінді кетті. Ары қарай қоздыруға негіз алды. Ал
онан Бишімбаев сотталды ма, сотталған жоқ па, Бәрібір. оларға бәрібір. Бірақ біздердің аудиторияны қоздыру арқылы, олар өздерінің аудиториясын көтеріп отыр. Олардың аудиториясын көтерген сайын, оларға байлық келеді. Ол жасырын емес қой. Тек қана осы тәсілмен ғана олар өздерінің жағдайларын жақсарта алады, аттарын шығара алады. Аттарын шығарған адамға реклама келеді. Реклама келгеннен кейін ақша көбейеді деген сияқты. То есть олар өздерінің мәселесін шешіп жүр. Ал мынау жаңағы олар осы Қазақстанға бір жақтың шақыруымен келді ма, келген жоқ па, мен ол жақ білмеймін, айта алмаймын. Мен мысалы өзім қара басым, мүмкін әңгіме болған шығар телефонда, бірақ әдейі соны шақырып, осында қылып қоздырды дегенге мен өз қара басым сене алмаймын. Өйткені олардың қызығушылығы, интересі басқа. Біздің мемлекеттің, осы соттың алдына қойған мақсаты басқа. Мысалы халыққа көрсету арқылы, бір жағынан халыққа көрсету арқылы мінекей мынандай жол, осындай жолға алып келеді деп көрсетіліп отыр ғой. Иә. Сосын жаңағы сотталушы адамдар өзінің кінәсін мойындап көріп отыр. Оның бәрін халық көріп отыр. Оказывается, күндердің күнінде егер де мен осындай болсам, мен мынандай жағдайға түскенде мен де амалсыздан мойындаймын, кінәмді мойындаймын ғой. Сондықтан да бұндай жолға түсудің не керегі бар деген әңгіме туындайды ғой. Бұл өте сондай үлкен әлеуметтік сұрақ қой. Бұны осы процесті бұнымен тоқтап қалмайды. Бұнан кейін көп адамдар осы ғылыми түрде зерттеп, бұған әлде де бағасы беріледі деп ойлаймын. Толықтай келісем. Менің естуім бойынша Алматыда кастинг жүріп жатыр. Фильм түсіріп жатыр осыған байланысты. Және арнайы бір персонаждарға, яғни сотқа ұқсас, адвокатқа ұқсас, тура сол персонаж сияқты адам іздеп жатқанын естідім. Енді бұл қоғамда туындайтын табиғи процестер ғой. Әрине. Америкада, Европада осындай процестердің нәтижесінде қаншама культура пайда бола бастады. Біз айтып жатқан құқықтық санадан бөлек жалпы отбасылық отбасы институтын тәрбиелеу барысында фильмдер түсіріп, сериалдар түсіріп, сондай жүйелер де болып жатады. Енді дәл осы процесс онлайн трансляция форматында өтіп жатыр. Алдағы уақытта меніңше эксперимент дейікші, осы процесті сәтті өткен сияқты. Алдағы уақытта біз қоғам ретінде осындай процесстердің онлайн форматта көбірек көруіміз мүмкін ба? Мен сіздің жаңа сәттісі деген сөзіңізге қосыламын. Бұл тек қана бір адамға керек емес. Тағы да қайталап айтып жатырмыз ғой, Бұл Бишімбаевқа да сабақ, Байжановқа да сабақ, жәбірленуші жағына да сабақ, сен мен маған да сабақ. И бұны осы сенің передачаңды көрген адамдарға да сабақ. Ал алды жағдайда қайталай ма, қайталанбай ма, мен енді білмеймін. Бұндай резонансный делолар бізде енді бұнан кейін көп болмайтын шығар деп ойлаймын. Біздің Қазақстанда көп адамдар жоғары білімді. Басқа елдерге қарағанда біздерде осы жерде отырған осы 3 адамның ең аз дегенде 3-4 дипломы бар. Көрдіңіз ба? То есть біздің елімізде көз ашқан адамдар көп. Мынаны көргеннен кейін адамдар сабақ алады. Ал сол сабақ алған адам бұндайға бармауға тырысады. Бармауға тырысса, соңы осындай процестің жоқтығына әкелуі мүмкін. Енді қоғам қайшылықсыз өспейді, өрбімейді. Бұндай болмайды келешекте деп мен айта алмаймын. Қайшылықтар болады әрине. Бірақ енді дәл осындай болып, біреуі жоғарғы дәрежелі билікте болып, онан осындай жағдайға түсіп, сотты болып, онан қайтып келіп, мына мінекей жақсы бір семья құрып, мен де бір азаматтар қатарына қосылайын, қоғам қатарына қосылып, бір дұрыс семья болайын деген жағдайда ой іске аспай келген, бұл үлкен сабақ қой. Сондықтан да бұл дәл осылай жыл қайталады деп мен ойламаймын. Енді соңғы сөйлемнің соңғы сөздері жақсы болады болып
аяқталатындай көрерменге арнап, бізге арнап, командамызға арнап бір екі ауыз сізден. Енді қазір жұрттың ойындағы жүрген көп мынау Бишімбаевтың жағдайы, Байжановтың жағдайы не болады деп айтып жатыр. Бұған жаңағы өмір бойы бұның бас бостандығынан айырмай ма деп. Мен айтар едім, өмір бойы бас бостандығынан айыратын кейбір бір қылмыстар болады. Қоғамға өте қауіпті терроризмдер болады. Мысалы, қаңтар оқиғалары сияқты үлкен құбылыстар болып, адам өлімі болады. Вот сол уақытта бұл қолданатын, мынау бас бостандығын мәңгілік қолданатын бұл жазаның бір түрі. Ал мынау жердегі бұл екі азаматтың тіл табыса алмай бір-бірімен туындаған қайшылықты шеше алмағаны үшін бас бостандығынан мәңгілік айыру, өмір бойы айыру, бұл бұлай саналы қоғам бұны қолдамайтын шығар деп ойлаймын. Өз басым. Енді екіншіден, мен ойламаған жерден сіздердің хабарларыңызға келіп, дайындалуға да уақытым болған жоқ. Егер артық сөз айтсам, кешірім сұраймын. Бірақ сіздердің мына істеп отқан жұмыстарыңыз, істеріңіз бұл қоғамға керек нәрсе. Біреу түсінер, біреудің уақыты болар, біреу бір-біріне айтар, бірақ сіздің осы мына істеп отырған іс-шараңыз бұл қоғамға керек нәрсе. Бұл насихаттың бір түрі. Біз жаңадан бері осы болған оқиғалардың төңірегінде айтып отырмыз. Бұл айтылған оқиға, бұны көрген балаға да, бұны тыңдаған кәріге де, жасқа да, семья құрғысы келіп жүргендердің бәріне сабақ болады. Сіз соны таратып, көпке таратып, аудиторияңыз кеңіп жатыр. Аудиторияңыз бұнан да басқа кеңей берсін. Сіздердің істеріңізге сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Бұл жақсы болады арнасы. Сізге көп рахмет келгеніңізге. Жалпы қоғамда құқықтық сананы, жалпы адамгершілікке байланысты дұрыс заттарды насихаттау сіз бен біздің мақсатымыз. Бәрі жақсы болсын. Каналға жазылып өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда көріскенше көп рахмет.